Мен тоңып қалдым. Мен қатты дірілдеп бит тоңып қалдым. О, неге екенін көресіздер. Сосын тағы қандай қызықтар? Сосын Су тасыздық десең. аштан ғой енді сосын Су көрінді ғой, тизерде көрініп қойды ғой. Су бар екен. Сосын бәрін тастық қоймыз. сол жерге төктік, ана не шұңқыр болған үлкен сол шұңқырға төктік бәрі. Кәдімгідей мынандай мен бәрі. Сосын тағы қандай қызықтар болды? Тағы қандай қызықтар болды? Тағы да қызықтар болды. Тағы қызықтар болды. Мен ана жерде жатқаным қызық болды. Не айтыңдаршы, біресе мен есіме түспейді. Сенің күні бойы дайындалып, жаңағыда киіндіріп, бүйтіп жүріп, ұйқысы келіп жүр. Таң таңертең кешке дайындалып жүрді. Кешке шейін жүрді де, түнде 2 секунд түсті. Иә, 2 секунд ұйықтап болды дедім. Неге? Қалай? Сондай қыз болды, соның жаман көңіл түсіп, мен соншама жүрдім деп. Бірақ та оның өзі 2 секундтың өзі жатады. Еще суға түспей қалды. Иә, не болды, конфетка болды деп ойлаймыз енді. Мұңлы қызық. Мұңлы қызық оқиға. Біз ол клипті негізі бірден түсірілген жоқ та. Мысалы, бүгін түсіреміз деп. Қаншама рет болды, бүгін түсіреміз деп, дайын тұрамыз бәрін. 100% дайын тұрамыз да. Кетейін отқан кездері отмена дейді. Ондай бір рет болған жоқ. Мотор деген сияқты. Таңғы 6-да тұрасың, Дайындаласың. дайындаласың, там сен шашың істейді, бетің істейді, соның образдарын дайындап қояды, киінеді. Дайын отырасың, бүйтіп 4 сағат күтіп отырасың. Одан кейін Ербол атаға келеді де, жігіттер бүгін түспейді дейді. Мен сол кезде киім шешемін де барып түсекем. Еще бір күндер болады ғой. Бетінде еще бір тонна нәрсе тұрады былай бүйтіп. Сүртілмейтін анау, кетпейтін бүйтіп кетірудің өзі бір жұмыс кәдімгідей. Бір күні болды ғой бүйтіп, кәдімгі бәрі идеальный болды. Фотосессияда үстінде киім, шаш бәрі сол кезде келіп ұнаттым. Әдем көрініп тұрмыз міне деп. Енді наконец-то сөйтіп тұрған кездер тағат менен деді. Қазір 10 минуттан кейін шығамыз деген кезде. Машинаға келіп тұр, бәрі дайын тұрған. 10 минуттан кейін шығу керек, әйтпесе үлгермейміз деп тұрған адамбыз андай. Жоқ деп тастады бәрі. Сөйтіп 3 күн түсетін клип кішкене бір аптаға созылып қалды. Жоқ. Киім ұмытқан сәттер болды мысалы. Қайта келіп дәп түсірілім кезінде, киім ұмытып кеттік, қайтадан барып, қайта үйге жаңағы студияға барып қайтадан камера алып. рек басылмай қалған кездер болды. Бір күшті ойнап шыққан кездер ма? Андай бүйтіп ойнап сосын. Мен ректі баспаппын деп. Не деген оператор десің? Сөйтсе прикол екен ол. Жоқ, серьезно, сөйтіп прикол ұстаған кездер болды, кішкене шошты. Ұйқыдан оятып. Иә, бір қызығы бір-біріміздің түсірілімізде болған жоқпыз біз. Иә. Әркім әртүрлі жерде. Анда байқасаңыздар, нелер сахналар әркімдікі өзінікі бөлек болады. Бөлек болды. Сондықтан бізге бірге болған сахна болған жоқ. Сондықтан біз бір-біріміздің түсірілімізде ешқандай көрген жоқпыз. Ол бір жерге кіріп кетеді, режиссермен бәрі операторлар кіріп кетеді. Сондай түсіріп болғаннан кейін біз сұраймыз, не болды, қалай болды, қызық болды ма? Білмеймін деп біреу шығады, бере алмай қалған сияқты. Білмеймін деп, көбінесе бәрі сөйтіп шықты, бір жерде мына жер болатын сияқты деп. Енді олардан бір оператордан сұраймыз, қалай кадрлер бар ма деп. Иә, дейді, сосын кішкене көңіл түседі. Адам шошты.